Сәлеметсіздер ме 7 сынып оқушылары 3 тоқсан бойынша алынатын ТЖБ тапсырмасының жалпы нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар қажет болса каналымда басқа да нұсқалары және осы физика пәнінен бөлек алгебра және геометрия пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Оқушылар бұл ТЖБ-да 10 тапсырма беріледі және жалпы балл саны 20-ға тең. Бірінші тапсырмасы қысымды азайту үшін бірлік ауданға түсетін күшті кеміту керек. Яғни бұнда бізде ән нұсқасы дұрыс жауап болады. Енді келесі тапсырмасы ағамның массасы 70 кг, оның екі аяғының ауданы 0,2 метр квадрат болады. Ағамның жерге түсіретін қысымы қандай? Мұндағы G бізде 10-ға тең. Оқушылар қысымды табу үшін күшті бөлеміз ауданға. Оқушылар мұнда бізде формуласы қайда, талдау жоқ қой деген оқушылар болады. Соларға айтатыным, формула немесе талдау деген графаны қосып, мына формуланы жазып қойсаңдар болады. Енді мұндағы күш жоқ бізде, күшті табу үшін массамен G-ді көбейтеміз. Массасы 70 кг-ға тең. Көбейтеміз, G бізде 10-ға тең. Аудан 0,2-ге тең. 70-ті көбейтеміз 10-ға, 700 болады. Бөлеміз 0,2-ге, сонда тең болады 35 мыңға. Оқушылар сендер 35 килопаскаль деп алсаңдар да болады. Келесі тапсырмасы бос орынды толтырыңыз. Газ қысымы көлемге тәуелді. Газ көлемі аз болған сайын, оның қысымы көп. Енді келесі тапсырмасы газ қысымы температураға тәуелді. Газ температурасы артса, оның қысымы артады. Келесі 4-ші тапсырмасы сұйықтардағы қысымның формуласын қолданып, сызбадағы есепті шығарыңыз. Тапсырмасы сұйық бағаны ыдыстың табанына түсіретін қысымының формуласын жазыңыз. Жалпы сұйықтар мен газдардағы қысымның формуласын жазып қойық. Ро, G және H. Яғни тығыздық тұрақты шама G-ді және биіктікті көбейтеміз. Енді келесі тапсырмасы сызбадан сұйық қысымның тереңдігіне тәуелділігі мінекей мына графиктен 20 см тереңдіктегі қысымды анықтаңыз. Оқушылар мұнда бізде дециметрмен берілген екен. 2 дециметр ол тең болады. Енді осы кезде қысымы мінекей 1420 паскальға тең. Мына бізде ньютон бөлінген метр квадрат дегеніміз, ол бізде қысым, иә, сонда қысым тең болады 1420 паскальға, немесе өлшем бірлігі осы жердегі жазып қояйық. Енді 30 см тереңдіктегі қысымды анықтаңыз. Мінекей 3 дециметр, ол бізде 30 см-ге тең 2400 ньютон бөлінген метр квадрат. Келесі тапсырмасы сіздің ойыңызша дұрыс болатын жауапты таңдап, сұраққа жауап беру арқылы кестені толтырыңыз. Мұнда бізге сұрақтар берілген, мұнда жауаптар, мұнда дұрыс жауаптар жазамыз. Гидравликалық пресстегі үлкен поршеннің әсерінен майдың қысымы 30 кН бөлінген метр квадратқа тең болады. Егер кіші поршеннің ауданы 0,3 метр квадрат болса, оған әсер ететін күш қандай? Жалпы күшті табу үшін қысым мен ауданды көбейтеміз. Мұнда бізде 30 кН дейді. Мұндағы киломен, мұнда бізде кило деген жалпы 1000 ғой. 1000-ды көбейтеміз, сонда 3 болады. 3-ті көбейтеміз 30-ға, сонда 90 ньютон болады. Мінекей. В нұсқасы болады. Мұнда жазып қойық 90 ньютон. Енді гидравликалық машинелердің жұмыс істеу принципі қандай заңға негізделген? Паскаль заңына. Демек, С нұсқасы болады. Енді келесі 6-шы тапсырмасы массасы 54 кг алтын кесегі толығымен суға батырылған. Алтын кесегіне әсер етуші Архимед күші қандай? Мұндағы алтынның тығыздығы 2700-ге тең, судың тығыздығы 1000-ға тең, G 10-ға тең. Оқушылар, мұнда біз Архимед күшін есептейміз. Ол үшін сұйықтың тығыздығын G-ді және көлемді көбейтеміз.
Енді мұнда бізде көлем жоқ. Көлемді табу үшін массаны бөлеміз 6-ның тығыздығына, яғни тығыздыққа бөлеміз ғой. Масса бізде 54-ке тең. Бөлеміз тығыздық 2700-ге тең. Сонда біз 54-ті 2700-ге бөлетін болсақ, тең болады 0,2-ге. Енді Архимед күшін есептейік. Сұйықтың тығыздығы 1000-ға тең. Көбейтеміз G-ға. Көбейтеміз көлемге. Мұнда бізде 3 0, мұнда 1 0, 4 0 болады. Мұнда 2 0-іміз өтірді 2 орын жылжытады. Тағы 2 0 тіркейтін болсақ, сонда 200 ньютон болады. 200 ньютон бізде ол А нұсқасына сәйкес келеді. Келесі тапсырмасы тұжырымдап жазыңыз. Мұнда бізде Архимед күші мынау шамаларға тәуелді ме, соны анықтап жазамыз. Архимед күшіне тәуелді шамалар дейді. Яғни Архимед күші мұндағы шамалардың қайсына тәуелді, соны анықтап жазамыз. Тәуелді шамалар сұйықтың тығыздығы және дененің көлемі. Енді келесі Архимед күшіне тәуелді емес шамалар, яғни Архимед күші қандай шамаларға тәуелді емес, соны жазамыз. Яғни мұнда бізде дененің тығыздығына және дененің пішіне тәуелді емес. Енді келесі Б тапсырмасы суретке қарап денелердің сұйықта жүзу шарттарын түсіндіріңіз. Оқушылар мінекей мына суретке қарап түсіндіретін боламыз. Бірінші суретте мұнда бізде ауырлық күші Архимед күшінен кішкентай болып тұр. Архимед күші ауырлық күшінен үлкен. Бұл кезде оқушылар бізде дене қалқиды. Яғни судың бетінде қалқып жүреді. Енді мұнда бізде Архимед күші мен ауырлық күші тең, себебі ортасында жүзіп жүр. Бұндай кезде жүзеді. Енді мұнда дене батқан, демек мұнда бізде Архимед күші ауырлық күшінен кішкентай. Бұл кезде дене батады. Келесі тапсырмасы төменде көрсетілген суреттердің қайсысында механикалық жұмыс істелген. Дұрыс жауапқа мұндағы мына белгісін қойыңыз. Жалпы оқушылар жұмысты табу үшін біз күшті көбейтеміз жолға. Яғни күш әрекетінен дене орнына ауыстырған кезде жұмыс атқарылады. Мұнда бізде кітап бір орында тұр. Ол жұмысқа жатпайды. Мұнда мінекей адам не істеп жатыр? Секіріп жатыр, демек жұмыс атқарылып жатыр. Осы бұл нұсқасын дұрыс жауап деп аламыз. Ал мұнда мінекей адам демалып отыр. Бұл бізде жұмыс істеп жатқан жоқ. Келесі тапсырмасы қуаттың анықтамасына сәйкес дұрыс тұжырымды таңдаңыз. Жұмыстың сол жұмысты істеуге кеткен уақытқа көбейтіндісі, бұл дұрыс емес. Күштің орындалу тездігін сипаттайтын шама, бұл да дұрыс емес. Бірлік уақыт ішіндегі атқарылған жұмыс. Мінекей осы Б нұсқасын дұрыс жауап деп қабылдаймыз. Енді мұнда бір дененің екінші денеге әсері ол қуаттың анықтамасына сәйкес келмейді. Енді соңғы тапсырмасы құстың массасы 0,2 килограмм. Осында орындай салайық. 0,2 килограмм. Ауа ағыны құсты 20 метр биіктікке көтерді. Биіктігі 20 метр. Енді құсты көтерген күштің жұмысын анықтаңыз. Мұнда бізде G 10-ға тең. Жалпы жұмысты табу үшін күшті көбейтеміз биіктікке. Мұнда бізде күш жоқ, ол үшін массамен G-ді көбейтеміз. Енді ең алдымен күшті есептейік. Масса бізде 0,2-ге тең. Көбейтеміз G-ді. Сонда тең болады 2 ньютонға.
Енді осы 2 ньютонды көбейтеміз мұндағы 20 метрге. Сонда тең болады 40 джоульға. Оқушылар каналға жазылып, лайк басып, жеке өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.